Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай ажурный блинчик пісіріп көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, дәмді. Алғаш рет істегеннен әдемі болып шығады. Менімен бірге істеп көріңіздер. Ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып салып аламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз, араластырамыз. Тұзымызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Онымен бірге разрыхлитель салғанмын, бірге електен өткізілеміз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыз барлығы араласу керек. Енді ыстық суымызды құямыз. Сұйықтау болып тұр. Енді 2 қасық ұнымызды саламыз. Енді жақсы болды. Бес минутқа қалдырамыз бөлме температурасында. 5 минуттан соң ашып, жақсылап араластырып, қызып тұрған сковородкамызға құямыз. Мен аздау құйып қойыппын біріншісін. Сковородкамыз қатты қызып тұрғаны дұрыс. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Осылай дәмді болып шығады. Өте оңай жасалу жолы. Өте қарапайым. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.